Армысыздар менің оқырмандарым және көрермендерім. Ер баланың шашын алуды көрсетемін сіздерге, қалай алуды. Ең бірінші, мынандай насадка машинкаға бір насадкасын кигізіп, осылай шетін алып шығамыз. Машинканы тік ұстап, шаштың ортасына кіріп кетпей, тік ұстап осылай алып шығамыз. Шетін осылай рет-ретімен алып шығып, айналдырып, арт жағында, қапталында, иек шетінде әдемілеп осылай алып шығамыз. Осылай алып, машинканы қалай ұстағанымды көріп тұрсыздар ғой. Тік ұстап тұрмын. Тік көтергенде де тік көтеру керек. Осылай алып, ретімен алып шыққаннан кейін осылай алып машинканың өзінің бір деген насадканы алып тастап, шетінде көтерілетін несімен көтеріп, 0,5-қа көтеріп, бірмен алып шыққанның астын осылай тазалап бір алып шығамыз тағы да. Оны да тік ұстап көтеріп алып шығасыздар. Мына осылай. Темір насадкасымен полностью тазартып көтеріп алып шыққаннан кейін тарақпенен ортасын қосып шығамыз. Видеода көрсетілгенде осылай рет-ретімен осылай тарақпенен екі шетін әдемілеп қосасыздар. Осылай қосып болғаннан кейін мен мына клиенттің жаңағы екі орайы болғаннан кейін төбесін ғана алдым машинкамен. Төбесін өсіріп жатыр екен, төбесіне ұзындығына тиіспеңіз деді. Осылай алып болғаннан кейін төбесіндегі шығып тұрған шаштарды жайлап бүйтіп машинкамен алып, тек жаңағы екі орайының ортасын ғана алдым. Менің видеом сіздерге пайдалы болса, лайк басып, комментарий қалдырып, маған тіркеліп кетіңіздер. Алда осындай пайдалы, керекті сіздерге видео салып тұрамын. Рахмет барлықтарыңызға.